Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтып отыр? Мән татойяра. Кім жаңағындай ырымдарды жасаса, немесе мына мәселеде қандай ырым жасау керек деп сұраса біреу, немесе мән такаххана, немесе кім көріпкелдікпен айналысса, сәуегейлікпен, ау тукуххина лаху, немесе көріпкелге барып өзіне жол сұраса, мына нәрсені білдіріп берші, ашып берші маған деп. Мән сахара, кім сиқырлықпен айналысса, ва мән сухира лаху, кім барып маған сиқырмен көмектесіңізші ана кісіге қарсы деп сұраса, фалайса минна, бізбен ешқандай қатысы жоқ дейді бұл адамдардың. Біздің үмбеттіміз емес дейді бұл. Одан кейін айтады, Муслимде келген хадисте, ва мән атағаррафан, кім көріпкелге, сәуегеге келген болса, фаясәлуху ан шейин, сосын бір нәрсені сұраса дейді одан. Лән тухбала салатуху арбағина лейла, 40 түн намазы қабыл етілмейді дейді одан. Сен Алланың абыройын түсіріп жібердің жүрегіңде. Сен кімге бардың? Әлемдердің Раббысының алдында. Қайдағы бір болмайтын нәрсеге бардың ғой сен? Әлемдердің Раббысының қадірі қайда?